Сонымен бүгінгі видеода біз екі санды бір-біріне бөліп көреміз және осы бөлген кезде пайда болатын жауабымыз ондық бөлшек болуы мүмкін. Ал ендеше 5-ті 2-ге бөлейік. Сіз айтуыңыз мүмкін, 5-ті 2-ге бөлген кезде бізде 2 бүтін және 1 қалдық қалады деп. Бірақ та біз 5-ті 2-ге бөлген кезде нақты нешеге тең екенін есептеп көреміз. Сол сәтте біздің жауабымыз ондық бөлшек болады. Бастамас бұрын видеоны паузаға қойып, өзіңіз есептеп көріңіз. Ал ендеше бірге есептеп көрейік. Есепті шығарудың бірнеше жолы бар. Солардың бірі мына жердегі бөлуді біз бөлшек ретінде 2-ден 5 деп жазып алсақ болады. Және осы жердегі 5-ті біз 4 қосылған 1, ал бөлшектің бөлімінде 2 деп жазсақ болады. Келесі амалымыз осы бөлшегімізді 2 бөлшектің қосындысы ретінде, яғни 2-ден 4 қосылған 2-ден 1 деп жазып аламыз. Осы жердегі қызыл түстегі 2-ден 4 бөлшегі ол бізде 2-ге тең, яғни бұл біздің бүтін бөлігі, ал бөлшек бөлігі бізде 2-ден 1 болып қала береді. Осылайша бізде 2 бүтін 2-ден 1 деген аралас сан пайда болады. Ал ендеше осы пайда болған аралас санды қалайша ондық бөлшек түрінде жазамыз деген сұраққа жауап берейік. Бұл дегеніміз 2 бүтін, ал осы жердегі 2-ден 1 ол бізде жартысы деген мағынаны білдіреді. Сондықтан 10-ның жартысы ол бізде 5-ге тең. Осылайша бізде 2 бүтін 10-нан 5 деген ондық бөлшек пайда болады. Сонда 5-ті 2-ге бөлсек, ол бізде 2 бүтін 10-нан 5-ге тең екен. Осы жерде пайда болған аралас санды ондық бөлшек түрінде жазудың тағы бір жолын көрсетейін. Ең алдымен аралас санымызды жазып алайық. Ол бізде 2 бүтін 2-ден 1. Енді аралас санды ондық бөлшек түрінде жазған кезде бүтін бөлігі бізде ауыспайды. Сол себептен де 2 бүтін болып қала береді. Ал бөлшек бөлігі, яғни 2-ден 1 бөлшегінің бөлімі бізде 10, 100, 1000 секілді сандарға келтіруіміз керек. Мысалы 2-ні 10-ға келтірсек болады. Ол үшін біз алымын да бөлімін де 5 деген санға көбейтіп жібереміз. Осы сәтте бізде 2 бүтін 10-нан 5 деген аралас саны пайда болады. Енді осындай жағдайда біз аралас санды 2 бүтін 10-нан 5 деген ондық бөлшек түрінде жаза алады екенбіз.